Эки халық достошсун, қазақ менен қырғыздай. Эки жигит достошсун, Мұхтар менен Чыңғыздай. Қырғыз даласы тудырған осы шумақтарға да 20 жылға жуық тапты. Өмір өзен деген осы. Егер маған ғарышқа көтерілу бақыты қайта қонса, Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың шығармаларын өзіммен бірге алып ұшар едім. Джугдер Демидин Гурача, Моңғол Халық Республикасының тұңғыш ғарышкері. Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың бірлесіп жазған түрік тіліне аударылған Құзбасындағы аңшының зары атты кітабы бүкіл түрік рухының тереңдігін тануға, оның пайымды парасатын саралауға зор әсер етті. Екі алып тудырған бұл шығармаға үлкен құрметпен қараймын. Еруслан Болат, Балкар ғалымы. Манастан башта Улуу Қарқарада болған Көкетайдың ашы, қазақ туғандардың келгені, қазақ ырчылардың келгені. Андан кейін берегірек жаза тұрған болсақ, өзіңіздер жақсы білгендей, Жамбыл менен Тоқтоғұлдың, Халық менен Жамбылдың, ошеле учурда дастанга айланып кеткен Бегимай менен биздин ырчы агабыздын экөөнүн сүйүүсү, ал эми Чыңгыз атабыз менен Мұхтар агабыздын достугу, булардын бардыгын улап кайрадан бекемдеген чоң достук. Жастау кезімде Габриэл Гарсия Маркестің өзім туралы жазылған мақтау мақалалар мен кітаптарды оқымаймын дегеніне таң қалушы едім. Кейіннен Шыңғыс Айтматовпен араласа жүріп, оның да өзім мақтаған жүздеген мақалалар мен кітаптардың көпшілігін оқымайтынына көп болдым. Алғаш танысқан жылдардың бірінде Айтматовтың үйінде бір мәселе төңірегінде екеуі ара сырласып отырғанбыз. Кенет бөлмеге Мариямның әкпесі Анипа еніп, ішкене: "Жаңа сіздер бау арасында қыдырып жүргенде, сыртқы істер министрлігінен бір жігіт келіп, сіздің жұрт атын біле бермейтін 3 ұлттың тіліне шыққан кітабыңызды тастап кетті" деді. Ішкен түк болмағандай: "Менің жазу үстеліме қоя салыңыз, кейін көрермін" деді де әңгімесін жалғай берді. Өз басым мадақ сөздерді естіген үстіне естігісі келе беретін, мадаққа шексіз құныққан бір басшыны едәуір зерттедім. Бірде үлкен жиында белгілі бір жағымпаз әнші әлгі басшының аяғын жерге тигізбей мақтады. Оның асыра мақтауының астарында жағымпаздық пен жалғандық қана жатқаны кімге де болса аян еді. Мен басшының қасында тұрғанмын. Кенет жүзіне көзім түсіп кетіп еді, денем дір ете қалды. Өтірік мақтауға сонша еліккені, әрі оны жан тәнімен құлай қабылдағаны соншалық, екі көзі жасқа толып кетті. Оның адами әлсіздігі өтірік мақтау мен шын ықыластың ара жігін ажырата алмауында еді. Сол жолы оны қатты аяп кеттім. Дарынды адамдардың көбі мақтауға төтеп бере алмағандығынан қирады. Ал Шыңғыс Айтматов та осыған мүлде қарама-қайшы мінез болды. Кітаптары әлемнің 177 тіліне аударылып, жер шарында шығармалары ең көп таралған жазушы санатына кірсе де, көзі тірісінде орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай және жүздеген өзге ұлт өкілдері оған ұлы жазушы деген айдар тақса да, сол мақтаулардың біріне де селк етпеді. Даңққа, абыройға өзгеше салқынқандылықпен қарау Айтматов әлемінің әлі ешкім зерттемеген дара биіктігі екені даусыз.
1990 жыл. Мәскеуден Шыңғыс Айтматов қоңырау соқты. Құдай сақтады, деді ол амандық саулықтан соң. Сәл болмағанда Қырғызстанның президенті болып кете жаздадым. Қазат досың айтты ма? Иә, айтты. Бүкіл парламент 1,5 сағат бойы сіздің келісіміңізді күтіпті. Көнбей қойыпсыз. Бәлкім сіз 20 ғасырдың пендешіліктен ада, рухани таза, бірден бір дара президенті болар едіңіз. Енді Қырғыз бен Қазақта ғана емес, бүкіл әлемде сіз сияқты президенттіктен жылан көргендей үркіп, ат тонын ала қашатын адам табылмасы анық, дедім мен әзілшіні аралас. Бізде 90 жылы чоң саяси кризиске туш келіп қалдық. Президент шайлай албай қалдық. Экстренный комиссияда Айтматов жөнінде сөз қылдық. Ана мен чалдым шкема. Қазат эмне болуп кетти? Ой, биякта мындай кризис болот да. Ахвалы кыйын. Элдин тарыхы таразада турат. Сиз келбесеңиз болбой калды. Менин кандайча барайын? Сиз президент болуп келиңиз. Мен деген президент болоюн деген оюмда да жок. Ага даяр эмесмин. Ага өзүнчө талант керек. Сен бир атактуу адамды коюп койсоң эле болуп калат деп атасың. Болбойт андай. Шыкен эмне кылабыз эми? Айтыңыз. Сиз эмне айтсаңыз ошону кылабыз дедим. Айтты, бул Москвада Акаев жүрөт. Анда Акаев СССР Жогорку Советтин депутаты болчу. Акаевди колдодук, ошону шайлап кетти. 1996 жылғы сәуір айының басы Бельгияға Шкеңе қоңырау соғып, Біріккен ұлттар ұйымының болашақ бас хатшысына жалынды сәлем деп әзілдедім. Осы қауесетті кім шығарып жүргенін білдің бе? Деді ол таңдағанын жасыра алмай. Оған ренжуге болмайды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының босаған орнына әр ел өз арыстандарын ұсынып жатыр. Ал Қырғызда әлемдік деңгейде мойындалған сізден үлкен арыстан бар ма? Дедім мен. Кеше кілең елшілер бас қосып едік, олардың көпшілігі өз мемлекеттерінің сіздің кандидатураңызды қолдайтынын әңгімеледі. Мақұл деп ықылас білдірсеңіз, бүкіл жер шарына билік жүргізетін көсем боп шыға келуіңіз әбден мүмкін. Әзіліңді қоя тұршы, деді Шкең дегбірсізденіп. Бұл қауесет бүкіл Қырғызстанға, тіпті шетелдерге де тарап кетіпті ғой. Осы өсекті қалай тоқтатамыз? Республикаңыздың президенттігінен ат-тоныңызды ала қашқаныңыз сияқты ғаламдық деңгейдегі көсем болғыңыз келмесе, өзіңіздің сыртқы істер министріңізге қоңырау соғыңыз, немесе Акаевқа айтыңыз дедім. Бұл идеяң дұрыс екен, деді Шкең. Арадан 2-3 күн өтпей-ақ Қырғыз ақпарат құралдары мына хабарды жариялады. Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы ретінде төмендегіні мәлімдеуге міндеттімін. Біздің танымал жерлесіміздің Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы қызметіне өз есімін ұсынатын ойы да, ықыласы да жоқ. Шыңғыс Айтматовтың өз сөзімен айтар болсақ, ол бұл мәселе төңірегінде ешқашан, еш жерде ешбір пікір айтпаған. Және бұл қызметке ұмтылу оның өмірлік жоспарында болған демес. Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ботобеков. Нечен жолы көз бірге чогу Европаны қыдырып, қанша деген бір аудиториялар менен, оқырмандар менен жолугушуп, ошондо алар бизге суроо берип, биз жооп берип, чыгып сүйлөп атканда мен ошондо ушу таң калчу элем. Мукаң жөн отурганда биз сыяктуу эле киши. Сахнага чыгып сөз сүйлөгөндөрү магиясы башкача болду. Бүт европалыктар бары таң калып, алакан чабышып ушинтип калат. Анткени бул кишинин руханий күчү ушунчалык. Ой агытылышы ушунчалык. Казакка айтса да, кыргызга айтса да ошончолук жакын, жана башка маданий өлкөлөрдөгү окурмандарга
көрермендерге спектакль болобу, кір болобу, өзүн чыгып сүйлөгөн сөз болобу, абдан жетиштүү, абдан ушул таң каларлык бир чоң ийгилик менен келе жатат. Көбүз жакын дос, сен мага эмне, мен сага ага катарында, ал өз алды менен, бирок чыгармачылык руханий жагынан алганда биз партнер сыяктуу кишилербиз. Бири-бирибизге жалгашып, үзөңгүлөшүп келе жаткан инсандарбыз. Сенин атың Мухтар Ауезовдун атына жандаша кошулуп турган кез. Сенсиз казак адабиятынын тарихы тарих болууга чамасы жок. Чыңгыз аға менен Мухтар аганы жакындаткан ушунчалык экөөнүн камыр жумур кылган эки нерсе бар. Биринчиси, Мухтар агадагы кичкентейинен турмуштун тарткылыгын көптү көргөн. Айтмат экөөнүн тагдыры көп жагынан окшош. Экинчи жагынан кейде адамдар жакын болуш үчүн мүнөздөрү эки башка болгондо жакшы болот. Айтмат бул көбүнчө терең ойлонгон, өтө токтоо жүргөн, ар бир кадамды эсептеген, рационалистрактагы жазуучу, данышман, ойчул. Мухтар ага бул табиятынан буркан шаркан, оттой жанган, шамалдай зуулдаган өзгөчө энергетикасы бар, өзгөчө бир кудурети бар. Жан, менимче, ушул эки башка стихия, бирин-бири толуктаган, бирин-бири туура түшүнгөн, биринде жок нерсе биринен тапкан эки бир улуу акылман адамдардын кездешүүсү катары эсептейм. Мына карап көрүңүздөр, экөө тең гуманист, экөө тең ушунчалык бир ойчул адамдар. Экөө абдан жакын болду. Жакын дос болду. Экөө чыгарма жазды. Экөөнүн мүнөзү эки башка. Чыңгыз ошондой өзүнчө жүргөн киши, терең, оңой менен чыкпаган сөздөрүн айтса да кээде гана, чанда гана чыгып калчу сөздөрүн. Мухтар эчтекени аябайт, жашырбайт, баарын айтат. Бул ушундай, мунун табияты. Бул мындай мансапка кызыккан жок. Анын аркасынан кубалаган жок түк дагы. Бул эрдик деп эсептейм мен. Жалпы аргы бер тарихты алып карасаң, тауда, жауда бөлө алмайтын агайынды мынау аралас куралаш жаткан эки эл бар. Оның бирөөү казак, экинчиси кыргыз. Кийинки заманда Шыңгыз Айтматов пен Мухтар Шахановдун осындай әдеби ортада бірін-бірін табуы, бір әдеби, мәдени ортада екеуінің бірлесе шығарма жазуы және ел алдына шығуы қарым-қатынастың жаңа сапалық деңгейге көтерді деп ойлаймын. Мұндай достыққа ұласқан қарым-қатынастың тіпті мына екі ел арасындағы әсіресе әдеби, мәдени ортада үлкен бір жақсы, жағымды жақтары көп болды деп айтуға болады. Өйткені екеуінде үлгі тұтатын, екеуінен мәселен тәлім алып жүрген, екеуінің бір-бірінің осы халыққа деген, қырғыздың қазаққа деген, қазақтың қырғызға деген бүкіл халықтың махаббатын жеткізіп және жаңа деңгейге көтеруде сіңірген еңбегі өлшеусіз деп айтуға болады. Они очень хорошо понимали друг друга. Олар бірін-бірі өте дәл түсінуші еді. Жас жағынан Шыңғыс Төреқұлұлы одан үлкен болғанымен, Мұхтар Шаханұлы өзінің тың ойлары және ұсыныстарымен оны ылғи да рухтандырып отыратын. Олардың достығының бірден бір дәлелі рухтас қаламгерлердің қазіргі қоғамның жағдайына, тарихқа көзқарастары және оған алаңдауы бірлесе отырып жазған шығармаларынан көрініп тұрған жоқ па? Әрине, Шыңғыс Төреқұлұлының қоғам қайраткерлері, шығармашылық тұлғалармен, қарапайым азаматтардың қатарында көптеген үзеңгілес достары, пікірлестері болды. Бірақ, әрі шығармашылық жағынан, әрі жеке тұрғыдан алғанда, шынайда риясыз бауырластық Мұхтар Шаханұлымен болған достық еді. Меніңше бұл, оның өмірінің соңғы жылдарындағы ең маңызды, әрі ең елеулі құбылыс болды дер едім. Мұхтар Шаханұлы елші болып қызмет істеп жүргенде, олар екі күннің бірінде бірге болып, қоғамдық, әлеуметтік өмірдегі өзгерістерді және шығармашылық толғаныстарын бірлесіп парасат биігінің елегінен өткізетін. Ол Шыңғыс Төреқұлұлының ең
жақын досы болды. Отношением и вот такой вот личной дружбой. Мы с Мухтаром Шахановым сумели Біз Мұхтар Шахановпен бірге сұхбаттаса отырып, ортақтасып, осы кеште баян етілген шығармамызды жазып шықтық. Құз басындағы аңшының зары деп аталатын бұл кітап тамырын тереңге тартқан, әлемдегі ең бай эпостардың бірі болып табылатын қырғыз дастанынан бастау алады. Шығарма осымен құнды. Ал Мұхтар Шаханов туралы айтар болсақ, ол өз алдына бөлек тұрған дара тұлға. Біздің президенттің жолдауында айтылғандай, ол өзгеше дара ақын. Біз онымен әр кездесуімізді қоғамымыздың қазіргі жағдайын, өткен тарихымыздың ең бір құлдыраған шақтарын, қансырай жаралған тұстарын, жеңісті сәттерін тереңнен зерделедік. моменты нашей истории. Қырғыздар мен қазақтар, шаттықта да бірміз, қайғыда да бірміз, бір тамырдан қуат алған егіз туыс гүлбіз. Алатауды алып құсқа балар болсақ, сол құстың бір қанаты қазақ та, бір қанаты қырғыз. Еңісте де, өрісте де бірміз, жеңісте де бірміз. Ынтымақ пен ізгіліктің жігін аспас шеге болып тұрмыз. Түйенің қос өркешіндей тұтасқан бір дене болып тұрмыз. Сен жоқ жерде қазақ жетім, ей бауырым қырғыз. Ер мен езді ажыратпай адамзатқа бақ бар ма? Бабамыздың сақалы да түсті қанша көп барға. Сонау жылы ызғар шашқан ақпанда кейбір қырғыз қансыздары өз елінің мұхиттан да терең жатқан байлығы, бүткіл қырғыз, бүткіл тұрық рухының айбыны Манас суын құлатқалы жатқанда, бар қырғызды жылатқалы жатқанда, қас батырлық кімге шаттық, кімге азап, жанын салып қорғап қалған бір қазақ. Қырғыз үшін отқа салған қанатын, ал ол қазақ ұлы Әуезов болатын. Желтоқсанда егемендік аңса бұлы кең дала, тосын мінез көрсеткенде қажырлана, жандана, қазақтың жас өркеніне бүкіл әлем көз тіккенде таңдана, жойқын күштер жұдырығын көрсеткенде паңдана, бәрі бұғып қалған кезде, ей бауырым қырғызым, тайсалмастан қорғап айтқан, қолдап айтқан сен ғана. Жалғай берсін құдалықты ер жігіттер, гүл қыздар, екі елге ортақ Абай, Манас көгіндегі жұлдыздар. Қырғыздардан артық туыс болған емес қазақта, ал қазақтай жақын бауыр таба алмайды қырғыздар. Бізде қырғызда сөз бар. Қазақта екі үлкен личность бар. Ушул 20-21 ғылымда жашағандардың ішінен ата Мұхтар деп қойғыз, бала Мұхтар деп қойғыз. Ата Мұхтарыбыз Мұхтар Әуезов. Ал кіші қырғызға жақын болған әбден. Манасты қолдаған, Манас эпосын. 52 жылы Манас эпосын Москвадан десант келіп, жоғатауыз дегенде, ошондо Мұхтар Әуезов баш болып, қырғыздың патриоттары мен қазақтың патриоттары Манасты сақтап қалған. Ошондо Манас аман қалған, бұл болса Манасты жоқ қылмақ. Андан кейін мына елдің күткені келді, бала Мұхтар шықты, Мұхтар Шаханов. Ошондо биздин достук байланышыбыздын аренасында Айтматов, Шаханов деген эки дос пайда болду. Биз буга абдан кубандык. Адабият майданында чоң иштеген эки дос. Мен Мұхаңның көптен қасында жүрген рухани інісі ретінде ол кісінің Шекең екеуінің арасындағы достығын, сыйластығын, бір-біріне деген құрметін едәуір деңгейде білемін. Екеуінің достығын, бір-біріне деген құрметін, ақыл-ой парасатының өлшемінің деңгейін саралайтын кітап Құз басындағы аңшының зары немесе ғасыр айрығындағы сырласу. Осы кітапта екеуі жан дүниесімен сырласады, ашылады, және осы кітап арқылы екі халықта екі алыптың бір-біріне деген көзқарасын, бір-біріне деген құрметін, бір-біріне деген бағасын таныды, әйгіледі. Және осы кітап дүниеге келгеннен кейін екі халық арасында Шекең мен Мұхаң есімін өздерінің ұлдарына, немерелеріне қою үрдісі жалғасын тапты. Мәселен, қазақтың талантты ақындарының бірі Бақытжан Тобаяқов өзінің немерелерінің атының бірін Шекең есімімен Шыңғыс деп қойса, екіншісінің есімін Мұхтар деп қойған. Мұндай жайт тіптен көп. Осыдан 16 жылдай бұрын
Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шаханов бірлесіп, Сократты ескеру түні немесе Миғұла терісі үстіндегі сот атты драма жазады. Бірнеше елдің сахнасында сомдалған сол драманың бір бөлігі түркі тілдес халықтардың арғатасы саналатын ғұндар дәуірінде болған тарихи дерекке құрылған. Ғұндар Қытайдың Хуанхэ өзені бойындағы аймағын жаулап алады. Тасталқан болып жеңіліске ұшыраған қытайлар ақылман қарияларын жұмылдыра отырып, жасырын жоспар құрады. Сол жоспар бойынша қытайлар әрбір ғұн жауынгеріне ылғи сұлу қыздарын сый ретінде ұсына бастайды. Қытайлардың мынадай дархандығына дән разы болған, әрі еркектік осалдықтары күрт оянған ғұн әскерлері сұлу қыздарға лап қойып, жапа-тармағай үйленіп алады. 1-2 жылдың айналасында жаңа шаңырағында нәресте үні естілмеген ғұн үйі қалмайды. Ал Қытайдың ең сұлу қызына үйленіп, қытайланып, бірте-бірте ғұн тілінде сөйлесуді өзіне ұят санай бастаған ғұн әскерлерінің көшбасшысы Тәңірғұт Қытай тілін ардақтаған ғұн жауынгерлеріне ғана биік қызмет ұсынуды жолға қояды. Осылайша Қытай ақылмандары бір кезде өздерін жермен жексен етіп жеңген ғұн әскерлерін бас аяғы 22 жылдың ішінде түгел Қытайға айналдырып қана қоймай, оларды Қытай елінің игілігіне қызмет еткізеді. Кеңестер одағы салтанат құрып тұрған кезеңде ұлттар әдебиетінен дараланып шыққан 5 алып тұлға болды. Бұл топтың үлкені Қайсын Құлиев, одан кейінгілері Мұстай Кәрім, Давид Көгілденов, Расул Ғамзатов, ең кішісі Шыңғыс Айтматов болатын. Бесеуінің арасында ерекше достық салтанат құрды. Өздерін бір қолдың ажырамас 5 саусағымыз дейтін. Тағдыр менің маңдайыма осы 5 алыпқа да іні болу бақытын жазған екен. Әсіресе Шыңғыс Айтматов екеуміздің арамызда туыстықтан да артық, ағалық, інілік махаббатқа жалғанған, 7-ші түйсікпен астасқан өзгеше достық сезім болды. Айтматовтың туындылары оның дарыны мен шығармашылығы жайлы көп жазылды. Оны мойындамайтын жан табыла қоймас. Шыңғыс Айтматовтың дарыны оның жеке тұлғасымен тұтас, бүтіндей бірге өрілген. Мұны айтып отырған себебім, дарыны мен азаматтығы бір-бірінен алшақтап, сезімі мен ойлары өздерінің сөздерінен бөлектеніп тұратындықтан көптеген жазушылар орасан зор зардаптар мен масқаралыққа өздері душар болып жатыр. Ал Шыңғыс Айтматовтың шығармашылығы мен азаматтығы жоғарыда айтылған қаламгерлерге керісінше тұтастай бүтін сом дүние екені даусыз. Айтматов өз шығармаларында сомдаған кейіпкерлер арқылы өмірдің түрлі қалтарыс бұралаңдарына ешбір жасандылық, жалғансыз көз салып, қоғамдағы алуан күрделі өзгерістер, жеңістер мен жеңілістерге қарапайым ғана өмір адамдарының пайымы мен ой тастап, баға берген ұлы дарын. Айтматов шығармаларының жер шарының түкпір-түкпірін мекен етуші, жалпы адамзат атаулыға бірдей ұғынықты, түсінікті болып, оның кейіпкерлерін сан алуан ұлт өкілдері бірдей сүйіп, жанына жақын тартқанының мәні де сонда жатыр. Cengiz Aytmatov Bey'in eserleri. Шыңғыс Айтматовтың шығармалары жалпы адамзаттық ерекшелік пен мәнге ие. Оның шығармалары әлемнің қай елінде, қай тілінде сахналанса да, еш қиындық тудырмайды. Мен сомдаған кейіпкерімнің образы түрік әйеліне өте ұқсас болып келуі, осы сөзімнің дәлелі деп айта аламын. Karakterlerine bir benzerlik vardı. Айтматов қалам иесі атаулыға тым сирек бұйыратын осы бақытқа ие құбылыс еді. Шыңғыс Айтматовтың шығармаларының асыл арқауы ұлттық құндылықтардың інжу маржандары мен асыл тұғырлары. Әсіресе ол ғасырдан да ұзақ күн романында ұлттың өткені мен бүгініндегі мәңгүрттік мәселесін көтерерде ұлттық халық ауыз әдебиетіне, дастан эпостарына тереңінен үңіле зерттеп, тұтастай халықтың өткенін, қазіргі болмысын және келешегін ұлттық тұрғыдан бағалай келіп, тұтастай алғанда ұлт пен адамзаттың дамуына бағыт бағдар берді. Сондықтан да Айтматов
тек қырғыз халқының емес, барша адамзаттың Айтматовы болып табылады. Адырда жылқын алтыстан арғымақ бұрдан аралаш. Арғымақ күлік бейесі жоқ, ошоның айдабыды құйыресі жоқ. Бұл қараңғы түн бөлдің еміне деген күн болды деп ошонды сыр қарап екі амыйлап бұрқырап. Ошо шықты көк жалған атаңдың бір дүйнөгүн. Шыңғыс Айтматовтың шығармалары арқылы француз халқы бұған дейін беймәлім құпия болып келген қырғыз елімен танысты. Меніңше, бірегейлігімен және жалпы адамзат атаулысына ортақтығымен дараланып тұратын жазушы ғана ұлы жазушы деген атаққа лайық. Яғни, өз бойына ұлттық құндылықтар мен ерекшеліктерді сіңдіре отырып, өзгелердің де осы ұлттық нәрден сусындануына ықпал ете алу керек. Ал Айтматов болса, осы ұлттық құндылықтарға терең бойлап, басқалардың да осы қазынаға ұласуын қамтамасыз етті. Егерде Чыңгыз Айтматов мұндай терең ойчул, жазуучу катары, философ катары, анан ошондой эле өзү саясатчы, саясатчынын ичинен дипломат катары бул киши мындай токтоо, алысты, мындай терең көрө билген киши болгон да. Ал эми Мухтар Шаханов мына казактын кең талаасында тез аккан шар суудай болуп, оргу баргы болуп, акындардын чыныгы баягы стихиясына жашаган ошондой адам да. Мындайча айтканда бетке чабар, түз сүйлөгөн, эч нерседен тайынбаган, курч айткан, хандан, бектен кайра тартпаган акын да. Мына ошондуктан бул эки киши бирин-бири дайыма толуктап турган. 1980 жылдар Мұхтар Шаханов шығармашылығының ерекше шырқау биігіне көтерілген кезең еді. Ақынның өлеңдері мен поэмаларын сағаттап жатқа оқитын адамдар көбейіп, қазақ телевизиясы Шахановтың поэзиялық кештерін 1,5-2 сағаттық көлемде жиі көрсетіп жатты. Жол алыс бір мақсатты қалап алып, келемін кетпесем де дараланып, қанша рет сүрінтсе де өмір мені, намысым қалды өлімнен аман алып. Арман аққу жетем деп туған едім, қайығым қалтылдаса суда менің, намысыма сүйенем әрқашанда, және саған сүйенем туған едім. Одақтық деңгейдегі салмағы зор сыншылар, Шаханов поэзиясындағы философиялық астарлар, тарихқа ақындық көзқарас, азаматтық пафос жайлы ілтипатпен ауыз қалып, ақын одақ бойынша түрлі поэзия кештерінде додаға түсті. Шығармалары шетел тілдерінде жарық көре бастады. Кеңестік биліктің заманында Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев секілді ел көсемдерінің жеке басына ес-түссіз табыну, оларды құдай санау, жаппай көзсіз мадақтау үрдісі бүгінгі көзбен әрі тым күлкілі, әрі тым қасіретті күйге айналғандығы тарихи ақиқат. Кеңестер одағын 18 жыл бойы басқарған Леонид Брежнев қартайып, қуаттан кемігенін жасырғысы келді ме, 1970 жылдары өз айналасына өңшең қаусаған шалдарды жинады. Кейбірінің жүріп тұруының өзі мың бола бастаған саяси бюро мүшелері мен мүшелікке кандидаттардың орта жасы 70-те болатын. Биліктің төменгі сатыларында да қарттық шақ, жастық шақтың жолын бөгеп тұрды. Сол кезеңдерде Кеңестер одағын алаңсыз жайлаған індеттің бірі жеке басқа табыну, жағымпаздық үрдісі болды. Партия съездері мен орталық комитет пленумдары, түрлі жиындар мен мәжілістердің қай-қайсысы да бас хатшыны мақтау мен қолпаштаудан көз ашпайтын халге жетті. Украин КСР-не Халықтар достығы ордені тапсырылу құрметіне Киевте өткен салтанатты жиында украиндықтар бас хатшының сөзіне 35 рет қол соғады. Көп ұзамай, тың егерудің 20 жылдығына орай Қазақстанда Брежневтің қатысуымен үлкен мереке өтетін болады.
Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің идеология жөніндегі хатшысы Имашев арнайы мәжіліс өткізіп, Брежневке көрсетілер құрметті қайткен күнде де украиндықтардан асырып түсіруді қатаң тапсырады. Нәтижесінде Брежневтің сөзіне қол шапалақтау 73-ке жетіп жығылып, басшыға жағымпаздану жоспары украиндық ағайындардан 2 есе артығымен орындалады. Брежнев өзінің данышпандық сөзін бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген құрметпен қабылдаған халыққа қайта-қайта толқи қарап, Қазақстан мені ерекше жақсы көреді деп кемсеңдей берген екен. Сол тұста мен қауіпке айналып бара жатқан, осы қаусаған шалдар жайын аңызбен тұспалдаған 12 алу 3 сұрақ атты шағын поэма жаздым. Поэманың қысқа мазмұны мынау. Бір қарт басшы өз хандығын жаңа биікке көтергісі келеді де, мынадай заң шығарып таратады. Кемел ақыл қарттық шақта ғана деп, жастың ісі негізінен шала деп есептелсін. Шалалықтан ел несібі шашылар. Сондықтан да барлық билер қазылар, барлық әскер басылар, ісін мінсіз атқарған сайлансын тек ақ сақалды қарттардан. Біраз уақыттан соң билік басында болсын, жай күнделікті тұрмыста болсын, қалың елдің назары тек қарттарға ауады да, жастар арбаның 5-ші доңғалақ іспетті назардан тыс қалып қояды. Сөйтіп елде жігерсіз, отсыз, намыссыз жастар бой көрсете бастайды. Кейіннен бір елмен болған соғыста жеңіліске ұшыраған әлгі хан өзінің текесі қал уәзірлерімен тұтқынға түседі. Жеңген елдің басшысы ханға 12-ден 3 алса не қалады деген сұрақ қойып, осы жұмбақтың шешімін таппаған жағдайда тіршілікпен қоштасатынын ескертеді. Хан дәл жауап бере алмайды. Есік алдында тұрған бір жас жігіт: егер ханымыздың қасық қанын қисаңыз, бұл жұмбақтың шешімін мен айтайын. 12-ден 3 алсақ, ештеңе де қалмайды. Өйткені бір жылда 12 ай бар, оның 3 айы көктем. Егер сол көктем жөнді болмаса, көктемеде жеміс ағаштары гүлдемесе, қалған 9 айдан қайран жоқ. Сондықтан да 12-ден ешқашанда 3 алуға болмайды. Алған адам мына біздің ханымыздай сорлайды, дейді. Хан бұл бала кім болды екен деп жас жігітке үңіле қарағанда өзінің атқосшысын тани кетеді. Сөйтіп, өкініштен бас бармағын істейді. Өткенде, бүгінді және болашақты бірдей біріктіре алатын даналық осы поэмада айқын көрініс тапқан. Міне, Шаханов поэзиясы мен нағыз әдебиеттің биік заңғары мен күші осында. Настоящая литература. Ашы шындықты әдемі аңызбен бүркемелеген осы шағын поэманы көзі тірілер арасында бүкіл халықтық деңгейде ең көп оқылатын ақын Евгений Евтушенко орыс тіліне аударып, оған Кеңестер одағындағы ең атақты жазушы 35 жасында әдебиет саласынан бүкіл Орта Азия, Қазақстан республикалары арасынан Мұхтар Әуезовтен кейін Лениндік сыйлық алған Шыңғыс Айтматов алғы сөз жазады да, өзіне ерекше ұнаған поэманы Айтматов «Смена» журналына ұсынады. Бірақ аңыздың түп төркінінде қандай салмақ жатқанын сезген «Сменадағылар» поэманы басуға жасқанады. Кеңестік билік тұсында «Правда», «Огонек», «Известия» секілді басылымдар кейбір ерекше мәні бар. Даулы шығармаларды жарияламас бұрын орталық комитеттің бөлімдеріне оқытып, қол қойдыратын болған. Евтушенко аударған, оның үстіне ұшқыр аңызға құрылса да, саяси бюродағы тірсегіне соғылып, қалт-құлт етіп, әрең жүрген Арвид Пельші, Константин Черненко, Борис Пономарев, Виктор Щебриков, Михаил Соломенцев, Алексей Косыгин, Михаил Суслов секілді қарттарды әжуалауға таптырмайтын құрал менің әлгі шығармамды Сафронов орталық комитеттің идеологиялық хатшысы Сусловтың қолына тигізеді. Поэманы оқып,
қатты ашуланған сусылып, орыстың о бастан оппозиционер ақыны Евтушенко жайлы сөз қозғауды артық көрсе керек, Шыңғыс Айтматовтың саяси бюро мүшелерін әжуалаған ақынды қолдағаны қалай деп бұрқан тарқан болады. Тістеген жерін жібермейтін көзқарастағы сусылып, коммунистік бағыт бағдардан ауытқыған шығармалар қатарында менің әлгі поэмамды да қара тізімге кіргізіп, пленум мінбесінен қатал сынға алмақ болып жүргенінде Юрий Воронов поэманы дауға ұрындырмай қорғап қалуды өзіне азаматтық борыш санапты. 1996 жылы мен Қазақстанның Қырғыз еліндегі төтенше және өкілетті елшісі қызметінде жүргенімде Қытай Халық Республикасының төрағасы Цзян Цземин Қырғыз еліне қонаққа келді. Республика президенті Асқар Ақаев мені қонаққа таныстыра бастаған шақта. Мен бұл ақынды білемін. Оның Айтматов алғы сөз жазған 12 алуш деген поэмасын тіпті қол жазбасынан оқамын, деді Цзян Цземин таза орыс тілінде. Рас, Евтушенко қай кезеңде де ашық түрдегі оппозицияның адамы. Ал сол дәуірге, сол шақтың күрделі талабымен қарар болсақ, билік басында жүрген сақырлаған шалдарды әжуалаған поэмаға алып сөз жазуда Айтматов азаматтығының бір қайсар қыры екені даусыз. Кеңес одағы құлағаннан кейін Орталық Азияда жеке адамға табыну індетіне айық бастай шалдыққан ел басылардың көшбасшысы Түркімен башы Сапар Мұрат Ниязов. Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шаханов бірлесіп жазған кітапта жеке адамға табыну мәселесіне орай мынадай пікірлер бар. Шаханов: жеке басқа табынушылықтың елге қандай залал әкелгенін жақсы біле тұра, Ниязов індетке өзі бар бұрынды. Көзі тірісінде өзіне арнап 200-ден астам ескерткіш қойғызғаны тарихтан хабары бар. Кез келген адамның күлкісін шақырмай ма? Қаптаған шаруашылықтарға, ауданға, қалаға, тіпті каналға дейін өз атын бергізіп, ақшаға суретін бастырғанына болашақ ұрпақты бұлай қояйық. Қазіргі замандастары не дер екен? Айтматов солтүстік Кореяны жарты ғасырдай билеп, ұлы көсем атанған Ким Ир Сен жайлы мынадай бір оқиғаны орыс тілінде шығатын бір журналдан оқығаным бар. Өзен арнасынан буырқана тасып, жағадағы елді мекендерді шайып кетеді. Емшектегі баласы бар бір жас әйел де ағынмен біргелесіп құлдилай жөнеледі. Қараса, Ким Ир Сеннің портреті қоса ағып барады екен. Сонда әлгі әйел өзімен қатар ағып келе жатқан сәбиін құтқаруға ұмтылмай, көсем портретіне жармасып, жағаға алып шығыпты. Журнал осы істі асқан патриоттық деп дәріптейді. Бұл әрине әсіре саясаттан, жеке басқа табынушылықтан туған саяси мәңгүрттіктің бір көрінісі. Екі аяқпен жер басқан пенде екенімізді шексіз биліктің ұмыттырып жіберетіні қандай өкініш. Бір жағымпаз осы кітаптағы түркмен құдайын мінеген пікіріміздің астын сызып, өз көсеміне апарып көрсетсе керек. Түркмен башы бұрқан тарқан ашуланып, Айтматовты да, Шахановты да Түркменстанға кіргізбеу туралы арнайы тапсырма беріпті. Мұны естігенде өзіміз де Түркменстанға баруға құлшынып отырған жоқ едік, деп жымиды Шыңғыс Төреқұлұлы. Біз Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан және Тәжікстан республикаларының әдебиеті мен өнерін өзара жақындастыру мақсатында Орта Азия халықтары ассамблеясын құрдық. Орталығы Ташкентте. Ассамблеяның президенті болып бір ауыздан Шыңғыс Айтматов сайланды, вице-президенттерінің бірі менмін. Кезекті жиынға Түркменстаннан ешкім жоқ. Билік алпауыттарына табынуда сарай ақындарының рөлі зор екендігі белгілі. Бір кезде тәп-тәуір жырларымен түркмен оқырмандарын баураған, кейіннен түркмен башының аяқ киімін мұртымен тазалауға кіріскен Байрам Жұтиев деген ақын үлкен құрмет биігіне көтеріліпті. Оның түркмен башы құдай. Өйткені Құдай тағалам түркмен халқына Сапар Мұрат Ниязовтың көзімен
жүзімен қарауда, сондықтан ол Құдай деген сөзін маған Шыңғыс Айтматов көрсетті. Тап сол сәтте Шкеңнің есіне менің өзі ерекше ұнататын Әмір Темірдің соңғы өсиеті атты өлеңім түскен екен. Күш пен ақыл кімде мықты, соның даңқы ең үстем. Қиып өтіп өзен көлден, қияшыңнан еңістен, сырнайлатып, кернейлетіп Әмір Темір әскері мәрмәр қала Самарқанға оралды зор жеңіспен. Кешке таман тұс-тұсынан сансыз жарық самсаған көк сарайдың аясында шаттық қосты қанша адам. Аққу мойын әсемендер қалықтады төбеде, Темірдің бұл жеңіседі көптен күтіп аңсаған. Кенет біреу алға шығып бұрды өзіне жиынды. Ханға қарап қалбаң қағып бірнеше рет иілді. О, кемеңгер қасиеттім, ұлылардың ұлысы, даңқымыздың көшбасшысы, құдіреті тынысы, сізсіз күллі Азияның бітпек емес бірісі, сізден асқан данышпан жоқ. Егер біреу бар десе, оның өзі сіздегі ұлы парасаттың інісі. Тіпті әлемде сізбен қатар қоя алмаймыз ешкімді. Дұрыс, шын сөз, хан жасасын деген қоштау естілді. Тоқта, доғар, сарапталық, сен бе мен бе жетесіз. Сөзбен арбап мақтау жолын меңгеріпсің қатесіз. Тұсынан мақтау сөздер құлағанмен көшкін боп, әлі күнге жағымпазын жазалаған ешкім жоқ. Диірменің айналған соң жалғандықтың желімен масқарнаға түсіруге міндеттімін сенімен. Сәл ойланып, кімсің өзің, мақсатың не? Деді хан. Әр қашанда орын ашқан сізге жүрек төрінен Қорасанның хакімімін, тұтауға келіп ем. Жалған хакім, жалған таудың даңқы жермен теңессін. Бар қайта бер, Қорасанға енді хакім емессің. Жанарымды тұздай етіп, өтпей жүрген қыздай етіп, көзсіз мақтап, беделімді асырдың аутаудан да. Сен жанымнан табылармын бастан бағым ауғанда. Ондай шақта жалт бұрылып кетеріңе дау бар ма? Мадақ сөздер төбесінен қарша бұрап жауғанда, елікпейтін басшының тым аз боларын білесің. Сондықтан сен қатерлісің жасырынған жауданда. Билік деген қалың елдің көз қадайтын алаңы. Мені жиі жөнсіз мақтау салтқа айналып барады. Кейбір қуылар шектен шығып тіпті теңеу тапауда. Жалған жыршы, жалған ақын, желбей келіп жел қанатын, бұдан бұлай ерік берсе әділетсіз мақтауға, сол сәтінде-ақ бұйырамын қатал ауыр жазаға. Әділетті жаза бар да, ғаділеттен азама. Таразылар уақыт кейін кім боркемі кім мықты, тек әділдік ел тірегі, жалған мақтау өлтіреді әміршінің санасынан сығалаған шындықты. Ал бұл жұртқа әкеледі қанша қайғы қасірет. Құнсыз етіп мерей көгін, жағымпаздың көбейгенін ұғу керек туар жаңа қасіреттің басы деп. Мың намыссыз жағымпаздан құлдығыра құлаған, артық маған қасқайып кеп шындықты айтқан бір адам. Деп әмірші жігер жүзген жанарында бақ жанып, жанған бақпен шығып кетті қалың жұртты қақ жарып. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдың. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың. Кеудеңді әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның. Айналайын жас қайратым, жас өркені халқымның.
Мен желтоқсан оқиғасын 20 ғасырдың ең ұлы оқиғаларының бірі деп білемін. Мұхтар қазақ халқының қиын шақта жел өтінде ұстаған, ел ішінде ұлттық батыр қатарында мойындалған қайсар қанат перзенттерінің бірі. 1986 жылғы Кеңес одағындағы тоталитарлық жүйеге қарсы батыл бас көтерген қазақ жастарын ақтап алуда ол өз тағдырына төнген қауіпке қарамай нағыз ерлік еркектік мінез көрсетті. Шыңғыс Айтматов. 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан көтерілісі қазақтың ұлттық санасы дүр сілкініп, ұлт азаттыққа ұмтылған. Кеңестер одағы құрамындағы барлық республикалардың ұлттық тәуелсіздікке ұмтылу рухын оятқан. Әлемдегі ең алып империяның бірі КСРО-ның жер жүзінен жойылуына зор себепкер болған республикалық, одақтық, әлемдік деңгейде үш аса ірі маңызға ие көтеріліс. Желтоқсан көтерілісі аясында жұрттың бәрі білуге тиісті мынадай қылмысты оқиға жатыр. Жариялылықтың халық арасында өзгеше сипат алып, асқынып кетуінен сескенген КСРО қауіпсіздік комитеті мен КСРО ішкі істер министрлігі бірлесіп, одақтас республикалардың бірінде билікке қарсы даудамай туа қалған жағдайда оны қалай дымын шығармай баса қоюға болады деген қауіптің төңірегінде жұмыстанған. Сөйтіп атақты метел операциясын дүниеге әкелген. Бірақ ол шақта Кеңестер одағында даудамайсыз құлаққа ұрғандай тыныштық сақталып тұрғандықтан метел операциясын сынақтан өткізу мүмкін болмады. Сөйтіп бұл жойқын әскери ұжымдық күш өзінің сыналар сәтін күтіп 1 жыл 2 ай жатып қалды. 1986 жылы 17-18 желтоқсанда Алматыдағы қазақ жастары алаңға шеруге шыққанда метел операциясы авторларының жүрегі жарыла қуанатта КСРО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Чебриков Горбачевтан метел операциясын Алматы алаңында сынап көруге аса құпия түрде ауызша рұқсат алады. Метел жоспары бойынша оқиға орын алған жерге әскери бөлімшелер Кеңестер одағының түкпір-түкпірінен бас-аяғы бірнеше сағаттың ішінде жетіп келуі тиіс. Жоспарда басшылардың таңдауымен оқиғаны кез келген арнаға бұзақылық, ұлтшылдық бағытқа бұрып жіберуші арнайы арандатқыш топтар бар. Желтоқсан оқиғасы кезінде сол арандатқыш топтар қазақ ұлты өкілдерінен құралды. Метелдің тағы бір зымияндығы құрамында атанасыз өскен кілең мейірімсіздер мен безбүйректерден құралған арнайы әскер күшінің болуы еді. 1989 жылдың мамыр айында басталып, дүние жүзіне тікелей арнамен таралып жатқан КСРО халық депутаттарының бірінші съезі мінбесінен Алматыдағы қазақ жастары көтерілісінің бар шындығын қалайда жария етпекке бел буған Мұхтар Шахановқа Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Колбиннің жасырын кедергі етуімен 12 күн бойы сөз берілмейді. Бірақ Шаханов айлаға көшіп, Михаил Горбачевтың атына КСРО халық депутаты Мұхтар Шахановқа арал мәселесі жөнінде сөйлеуге рұқсат беріңіз деп хат жазып, оған 19 қазақстандық депутаттың қолын қойдырады. Сөйтіп, Кеңестер одағы Компартиясы орталық комитетінің бас хатшысы Горбачевты сол хат бойынша алдап, съезд мінбесінен 3 минуттық сөз сөйлеуге мүмкіндік алады. Товарищи, у нас остается
примерно 10 минут для справок. Здесь записалось много товарищей, но я думаю, что не теряя время, 10 минут приступаем к рассмотрению этих заявлений, или просто товарищи просто будет выступать. Первому слово представляется товарищ Гольдянскому Виталию Иосифовичу. Следующий будет Шаханов Мухтар. Большая просьба, 2, если можно, минуты. Высокий съезд. Я хочу сделать следующее заявление от имени 19 народных депутатов СССР Казахстана во избежание новых вспышек межнациональной розни, учитывая создавшуюся острую ситуацию в республике. После поднятия на съезде вопроса о событиях в Грузии, группа депутатов Казахстана получает массу телеграмм, коллективных писем от своих избирателей. Они недовольны тем, что мы даже при такой гласности и открытности на съезде не поднимаем вопроса о декабрьских событиях в Алмате 1986 года, когда против мирных демонстрантов впервые в стране были применены саперные лопатки, служебные собаки, девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Все это происходило тогда, когда еще не было общеизвестного указа о демонстрациях, митингах. От общественности до сих пор скрывается число жертв среди демонстрантов. По неполным данным, около 2000 человек было арестовано. Многие из них осуждены к длительным срокам лишения свободы. Тысячи исключены из учебных заведений, уволены с работы. Эпоха застоя при первом на него натиске показала свой жестокий оскал, результатом которого явились жертвами сотни политически неподготовленных юношей и девушек, навсегда сломленных в жизни. Однако правда о событиях в Алмате и противоправных действиях солдат внутренних войск до сих пор остается засекреченной. Поэтому у нас имеет место разные нездоровые слухи, которые бросают тень на дружбу народов и являются источником некоторой национальной неприязни. В связи с этим мы убедительно просим создать комиссию из числа народных депутатов, представляющих различные регионы и национальности, для выяснения настоящей истины о декабрьских событиях в Алмате. После вышесказанного вышло постановление ЦК КПСС о работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся. Поэтому в этом постановлении событие названо проявлением казахского национализма. Можно обвинить 5000 людей, 10 тысяч людей и 100 тысяч, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ. Слово «казахский национализм» – это обвинение всему казахскому народу. Поэтому мы обращаемся с просьбой об восстановлении справедливости, снять с народа суровые и незаслуженные обвинения. Казахский народ не раз доказал своей историей, своей кровью верности дружбы народов. Скоро намечается пленум ЦК КПСС по межнациональным проблемам. Многие заинтересованные народные депутаты не смогут участвовать на этом форуме, так как они не являются членами ЦК. Поэтому группа казахстанских депутатов предлагает до пленума именно на нашем съезде мы должны принять декрет о статусе государственного языка коренной национальности союзных автономных республик, автономных областей, национальных округов и малых народностей, а также решить очень обострившийся вопрос о судьбе советских турок и крымских татар, которые до сих пор чувствуют себя изгнанными в своей стране. Позвольте передать президиуму часть требований избирателей, в том числе письма съезду, подписанные известными писателями, учеными и молодежью республики. Спасибо за внимание. Осы арада мен мынадай шындықтың бетін ашуға міндеттімін. Егер Алматыдағы желтоқсан көтерілісін тексеретін комиссияны қайта құру мәселесіне мен КСРО президенті Горбачевтың нөмірі 1 жауы Ельцинді араластырмағанымда, өзіме ерекше ықыласта болған Ельцин Сахаровта мені қолдап комиссияға мүше болуға келісім бермегенінде, және олардың осы пиғылын мен Горбачевқа сездірмегенімде,
КСРО президенті бізге екінші комиссияны құруға мүлде мүмкіндік бермеген болар еді. Нәтижеде қанша әрекет еткенімен де менің ұсыныс талабым далада қалып, желтоқсан көтерілісі Қонаевтың құйрықшыттары ұйымдастырған іс-әрекет ретінде ғана бағаланып, тарих сахнасында мүлде күлкілі күй кешері анық болатын. Тіпті ондай құжатты жасырын түрде әзірлеп те қойған. Қадыр Мырзалиев басқарған комиссия тобы биліктің сол құжатын мүлтіксіз ақтап шығып, Горбачев қолбен ұйымдастырған қанқұйлы істерді түбегейлі жоққа шығаратын шешім қабылдайтыны айдан анық болатын. Міне мәселенің ащы шындығы қайда жатыр. Желтоқсан көтерілісінің шындығы үшін қазақ халқы орыстың екі дара перзенті Ельцин мен Сахаровқа белгілі деңгейде қарыздар. 2001 жылдың көктемінде КОКП орталық комитетінің бұрынғы бас хатшысы Горбачев Алматыға ұшып келді. Мен ол кезде Қазақстанның Қырғызстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі болып қызмет істейтінмін. Нақ сол кезде бір шаруамен Шыңғыс Айтматов екеуміз Алматыда жүрген болатынбыз. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед маған ұялы телефон арқылы хабарласып, Горбачевтың Алматыға елбасының шақыруы арқылы келгенін, оны ертіп жүрген республика премьер-министрінің орынбасары Иманғали Тасмағамбетовтің Айтматов екеумізге Горбачевпен жолығып, түскі шайды бірге ішуге ұсыныс жасағанын жеткізді. Сол жолы тұргендегі түскі үзілістен соң мен Горбачевты сізбен бір жеке әңгімем бар еді деп оңашаға алып шығып, былай дедім: сіз Кеңестер одағы сияқты алып мемлекетті бірнеше жыл басқардыңыз, бірақ сіздің жіберген кемшілігіңіздің бірі және бастысы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі тұсындағы жағдайлар. Бүкіл қазақ ұлты, бүкіл бір республика қаншама жыл азап шекті. Сол қасіреттің жарасы әлі жазылған жоқ. Желтоқсан көтерілісінің құпиясы әлі толық жарыққа шыққан жоқ. Осы арада Михаил Сергеевичтің түсі бұзылып кетті. Мен әңгімемді әрі қарай жалғадым. Қалай десеңіз де, өзіңіздің тікелей басшылығыңызбен өткен сол қайғылы оқиғадан кейін қазақ жеріне бірінші рет аяқ басып отырсыз. Ұлттан кешірім сұрау ойыңызда бар ма, жоқ па? Дедім. Михаил Сергеевич абдырап қалды. Жолдас Шақанов, деді, едәуір үнсіздіктен кейін, қателік кеткені рас, бірақ желтоқсан оқиғасына жалғыз мен ғана араласқан жоқпын ғой. Өзге саяси бюро мүшелерін неге есепке алмайсыз, деді. Дәл осы сәтте менің ұялы телефоным безек қағып қоя берді. Телефонды құлағыма тоссам, желтоқсан қайраткерлерінің бірі Аманжол Нәлібаев екен. Мұха, Горбачевты Қазақстанға келді деп естідік. Бірнеше желтоқсансыз бірлесіп, Горбачев вон из Қазақстана деген плакат әзірледік. Енді өзін таба алмай сандалып жүрміз. Қайда екенін білмейсіз бе, деді. Мен тап қазір сол кісімен әңгімелесіп тұрмын, дедім оған. Бұл сөзімді Горбачев ұғынсын деген оймен орысша қайталадым. Аманжол, сәл сабыр ет, дедім де, ұялы телефонды жоғары көтерген бойда Горбачевқа: Михаил Сергеевич, желтоқсан көтерілісіне қатысушылар телефон соғып тұр. Егер қазақ халқынан кешірім сұрамасаңыз, олар Горбачев вон из Қазақстана деген плакат көтеріп шықпақшы, дедім. Қып-қызыл болып кеткен Горбачев сәлден соң: жарайды, кінәлі екеніміз рас, кешірім сұра десеңіз сұрайын, деді. Алматыға оралған соң мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің тікелей ұйымдастыруымен Горбачев арнайы сұхбат беріп, қазақ халқынан кешірім сұрады. Бүгін Михаил Горбачев тұңғыш рет 1986 жылы Алматыда болған желтоқсан оқиғасына байланысты өз кінәсін мойындады. Геннадий Колбинді Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы етіп тағайындауы тікелей өз тарапынан жасалған қате екендігін ашық түрде мойындады. Я думаю, это вот ошибка, которую мы допустили. Что уважаемую республику, очень отличающуюся своим интернационализмом, таким климатом особым, она же, Казахстан, это же тут
таких народов, культуры, все это шло вот так. И в результате завязал тот конфликт, о котором я до сих пор сожалею. Түркі тілдес халықтардың даласында ғасырлар бойы тойланып келе жатқан Ұлы Наурыз мерекесін Кеңес үкіметі ескінің қалдығы ислам дінінің сарқын шағына балап 1926 жылы ресми тойлауға үзілді кесілді тыйым салды. Кеңестік биліктің алаңсыз салтанат құрып тұрған кезеңінде 1988 жылдары Мұхтардың Наурызды қайта тірілтемін деп жанталасқаны және оған қол жеткізгені Кеңестер одағы құрамындағы барша түркі тілдес халықтардың өткеннің қайта жаңғыруына, олардың салт дәстүр, әдет ғұрыптарының қайта бой көтеріп, еңсе тіктеуіне қосқан ерең еңбегі болды. Осы сөзімді Мұхтардың өзіне талай рет сүйсіне айтқан шағымда ол, шеке, өз ұлтының құндылықтары үшін күресу кез келген перзенттік борышы саналмай ма? Наурыз мерекесіне қатысты бұл еңбегім де, азар болса, менің көп перзенттік борышымның бірі ғана деп жауап берді. Шыңғыс Айтматов. 1988 жыл желтоқсан үрейінің әлі сейіле қоймаған шақ еді. Керісінше, қауіпсіздік саласындағылардың қырағылығы бұрынғыдан да күшейіп, жазушылар одағында 5-6 адамның жиналып әңгіме дүкен құруына да тыйым салынған кезеңдер болатын. Мен ары ойланып, бері ойланып, республика басшылығының алдына Наурыз мерекесін ресми тойлау мәселесін қоюға бел будым. Мақсатым желтоқсан көтерілісінен кейін сағы сынып, жүні жығылып қалған қазақ халқына қайткен күнде де бір ұлттық серпіліс беру, ұлттың еңсесін көтеру. Бірақ бұл идеямды саясатқа бұрмасам, өрге баспайтыны айдан анық еді. Сосын арнайы жазылған хатпен Колбиннің қабылдауына кіріп, оған Наурыз мерекесінің барлық ізгі тұстарын тәпіштеп түсіндірдім. Арада бірнеше күн өткен соң, Колбин сіздің ұсынысыңызды бюро мүшелерінен 2 қадам қолдады. Оның бірі сол кезгі министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев, екіншісі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің идеологиялық хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков. Қалған бюро мүшелері түгелдей қарсы болыпты. Сондықтан бұл мәселе қазірше оң шешім таппайтын сияқты деді. Мен не болса да қайтпауға бекініп, Геннадий Васильевич, желтоқсан көтерілісінен кейін республикадағы 2 ұлт, яғни орыс пен қазақ халқының арасына сына түсті. Егер сіз қазақ даласына ата-бабасы ғасырлардан бері тойлап келе жатқан, кейін тыйым салынған Наурыз тойын қайтып оралтатын болсаңыз, қазақ халқының сізге деген көзқарасы өзгеретін болады. Бұл ұлы тойды ұлт пен ұлттардың арасын жақындастыруға себеп етудің мүмкіндігі мол. Себебі Наурыз мерекесінде адамдар бір-біріне деген өкпесін кешіріп, төс қағыстырып, қайта достасуды талап ететін дәстүр бар дедім. Колбиннің көзі жайнап шыға келді. Солайша, ғасырлардан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан Баба Наурыз мейрамы 62 жылғы үзілістен соң 1988 жылдың 30 наурызы күні қазақ даласында қайта қанат қақты. Сол жылы Алматы қаласының Максим Горький атындағы демалыс паркінде 100 мыңға жуық адаммен тойланған әз Наурыз дәл сол күні Алматы облысына қарасты Еңбекші Қазақ ауданы, Озамай Жамбыл аудандарында дүрілдеп өтіп, республикамыздың басқа да облыстары, аудандары, колхоз совхоздарында қара күзге дейін жалғасты. Колбиннің Михаил Сергеевич Горбачевқа арнайы ұсынысымен келесі жылы Наурыз мейрамы
Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Әзербайжан республикаларында 63 жылдық үзілістен соң қайта тірілді. Бұл жолда Қазақстан оларға әрі бедел, әрі көшбасшы бола білді. Наурыз сайын ағаш егу гүлегу, әр адамның табиғаттық борышы. Жасы 80-ді алқымдаған бір қария Мұхтар Қарағым 1947 жылы осы Наурыз мерекесін тірілтейік деген бір сөзім үшін ғана 6 жылға сотталып кетіп едім. Арманыма жеттім, енді мына тойдан кейін өле берсем де болар деп ағыл тегіл жылады. Ол кісіге қосылып біз де жанарымызға жас үйірдік. Нағыз азамат та, нағыз батыр да сізсіз дедім ақсақалды құшақтап. Наурыз парқы өз санаңды өсіру, пенделікті ізгілікке көшіру. Өткен жылы өкпелесең біреуге, сол өкпеңді дархандықпен кешіру. Шахановтың ақындық көрегенділігін тіршілік үйлесімімен, ғарыштық сезіммен астасқан, және өткен күнмен, бүгінгі кезеңмен, болашақпен тұтасқан адамдардың ұшқырлығымен салыстыруға болады. Оның поэзиясы жеке өмір тәжірибесінен, немесе адами парасат биігінен сабақ алуға негізделген. Федерико Майор, ЮНЕСКО бас директоры. 1999 жылы ЮНЕСКО өзінің Париждегі штаб-пәтерінде Мұхтар Шахановтың «Өркениеттің адасуы» атты өлеңмен жазылған поэтикалық романының арнайы тұсаукесерін өткізді. Бұған бірінші кезекте шығарманың қазіргі замандық рухани проблемаларды молынан көтергені сеп болса, екінші кезекте Айтматовтың роман туралы осы беделді ұйымға жазған хаты және ЮНЕСКОның бас директоры Федерико Майордың шығармаға деген ерекше ықыласы әсер еткен болатын. Өйткені бұл ақын өте үлкен шығармашылық қуаттың иесі. Мен ондай ойдың қалай туындайтынын, сонан соң қалайша сомданатынын және шарықтау шегіне қалай жететіндігіне етене жақын куә болып жүрмін. Уақыт болса, әрине, көп нәрсе айтуға болар еді. Бірақ оның шығармашылығын даралап ерекшелеп тұратын бір ғана жайтты айтып өтейін. Оның жаңа өлеңдері жарыққа шығысымен ақ барлық шетел тілдеріне әп-сәтте аударылып жатуының өзі оның поэзиясының сиқыры деп бағалаймын. Мен Шахановтың поэмасын орыс және ағылшын тілінде Алматыда жарық көрген кітабымен бір уақытта неміс тіліне аударып шықтым. Кейде ол Мюнхеннен Брюссельге маған телефон соғатын. Телефонды көтергенде ол арғы жақта Шаханов поэмасының бір бөлігін аудардым, тыңдап көрші деп, неміс тілінде оқи бастайды. Бірақ мен бұл тілді түсінбесем де, өлеңнің ырғағынан, тынысынан Хитцердің бұл шығармаға қаншалықты терең бойлағанын, және осы поэзияның жаңа піскен ыстық күйінде оқырман қауымға тезірек жеткізбек болған оның құштарлығын анық түсінетінмін. Басқасын былай қойғанның өзінде тек осы айғақ, мұның шын мәнінде дара, ғаламат қуатты, заманауи поэзия екендігін анық дәлелдейді. Бұл туынды дара әрі көптеген ерекшелігіне байланысты бірегей шығарма болып қала береді. Мұхтар Шахановтың поэзиясының қуаты мен ауқымының бірден-бір дәлелі ретінде, оның шығармаларының орталық Африкада да таралып, жоғары бағаланып, сол арқылы барша адамзаттың ортақ рухани игілігіне айналғанын айтуымыз керек. Меніңше, оның бұл әдеби шығармасының даралығы, оның ұлттық құндылықтардан, дүние танымнан нәр ала отырып, адамзаттық мәселелерге баға беруі, заманауи мәселелерді сараптап, азаматтық тұрғыдан дұрыс бағдар бере алуында болып табылады деп есептеймін.
талантливого, известного. Тек қана Орта Азияда емес, сонымен қатар ЮНЕСКО арқылы барша әлемге танымал Қазақстан мен Қырғызстанның халық ақыны, атақты дара ақын Мұхтар Шахановтың өркениеттің адасу атты еңбегінің жарық көруі күнделікті болып жататын кәдуілгі жағдай емес. Ақыл ойға қозғау салар елеулі үлкен құбылыс. Өйткені, біріншіден бұл поэма әлемдік өркениетте болып жатқан жаһандық процестерге арналған. Екінші және үшінші мыңжылдықтардың тоғысқан шағындағы адамзат тарихының тәжірибесіне парасат биігінен баға береді. Мен оның осы шығармасында адамзатты толғандырып отырған көптеген күрделі мәселелерді қалайша қамти алғанын, санаммен осы кезге дейін әлі толық жете түсіне алмағандығымды мойындаймын. Түсіну үшін тек қана ақындықпен қатар ірі ойшылдың да дарыны қажет. Мен үшін өркениеттің адасу атты оның шығармасы Мұхтар Шахановты дарада бірегей ақын, әрі ұлы ойшыл ретінде біздерге танытқан сан қырлы еңбегі болып есептеледі. Великого мыслителя. Шаханов поэмасына ЮНЕСКО тарапынан ерекше назар аударылуының басты себебі қазіргі кезеңдегі Орта Азия қоғамдық философиялық ойлау деңгейінің жаңа белестерге қол артқандығынан ғана емес. Осы дара ақын туындысының бүгінгі әлемдік поэзиядағы жаңа биіктік ретінде мойындалуында және оның өз сана түйсігі арқылы 20 ғасыр тудырған келеңсіздіктерге батыл күрес ашуында жатса керек. Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір түрі. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуірі мен билігіне саналған мен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер, сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елсенер? Неге бүгін ұлт мүддесі науқатшандай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Нағыз ақын әр кезеңде өзін қағып үлестен, ұлттық рухи мүдде шыңы шындық үшін күрескен. Шындық кәусар ақындыққа болу керек аслан. Шындықты айтып, Ермаханбет айырылған басынан. Ақындар аз сын сағатта сөзденісіз орайған, десек дағы Абай қашан жол іздепті оңайдан. Ел ұлт жайлы сырларымен, жыр биік тұрғанымен, іс үшін мен Махамбетті биік қоям Абайдан. Бұл адамдық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Кім таныса Махамбетті шындығынан танысын, халқын мұңға қалдырғанмен, сатқынға бас алдырғанмен, еңкейтпестен сақтай біл дол ұлтының өр намысын. Жұрт сондықтан пір тұтады Махамбеттей арысын. Күрес әлі жүріп жатыр шындық үшін, ар үшін. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні. Даңққа мойын созғанымен, том-том өлең жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінезсіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дара күш. Содан ақын сымақтардың көбі туфли жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы. Соңғы 10 жылда өз тілімде, ой санамда жаңғырар, бір жақсы өлең оқымаппын, өзімді таң қалдырар. Қаншама жыр жаңалықсыз, түйсігі жоқ алды бар. Сөз тіркесі негізінде тек ұйқас сән құрар. Ақындық күш айтылмаған ой сезімдер жиыны. Ол биіктен бой көрсету қиынның ең қиыны. Басты мақсат өз халқыңның сан ғасырлық ағысын, жеңісі мен жеңілісін, тілін, рухын, намысын жүрегіңнің санасынан, елегінен өткізу, және оның қасіретін, ұлтқа тілге басиетін қалың елге жырмен, іспен, мінезіңмен жеткізу. Жеткізе алмай дірілдесең, ол шошыну, тосылу,
үркектердің, қорқақтардың қатарына қосылу. Ондайлардың маңдайына мәңгілікке сорғатқан ешқашанда шыншыл ақын шыққан емес қорқақтан. Ал біз болсақ тілді қорғап, рухты қорғап отандық, тілден қашқан құлықсызға, космополит ұлтсызға, елден ерек әсіре ұлтшыл халық жауы атандық. Ақын егер рухына сай күрескерлік қонбаса, одан үлкен өріс күту, жеңіс күту далбаса. Айтматов менен Шахановтың достығынан қырғыз елі емне тапты. Біз екі елдің маданиятына, адабиятына, поэзиясына, ошо рекіндейлі біздің жан дүйнөбүзгө рухани байлық берді. Чыңгыз атабыз бүгүнкү күндөгү бизге маңкурт деген диагнозду коюп кетти да, ошол адамдын койгон диагнозу бүгүнкү күндө ашкереленди, чындыкка чыкты. Мен жакында эле Үрүмчү шаарында, Шинжаң Уйгур автоном областында болуп келдим, Суарда. Ошо жакта Айман деген бир ашканага кирсек, Мухтар аганын ыры менен сүрөттөрүн илип алышыптыр. Ачкан жигит Мухтар аганын ырларын аябай баалаган, жатка айткан, чыган уулдарынын бири экен. Бектур Ильяс деген журналист бала ушул экил Мухтар аганын ырларын 2-3 саат жатка айтат экен. Мен ошону угуп алып, дегеле кыргыз эмес, ушул эки дүйнөнүн болгон жеринде Чыңгыз ага менен Мухтар аганын чыгармачылыгын сыйлаган адамдардын баарына, ошол экилер урматтарына мен өзүм күбө болуп кайттым. Мухтар ага бирөөнүн жолун баспаган, өзүнүн жолун өзгөчө издеген, өзүнүн позициясы, концепциясы бар адамда бул канчалаган кыйынчылыктар болуп атса дагы, желтоқсон болуп, ушу өзүнүн жан дүйнөсүнүн баарысын казак калкына берген, тили деген, дили деген, салты, санасы деген бир айрыкча адам катары баалайм да, ушундай жасаган иштери менен коомдун, элдин адамы деп ойлойм. Биздин кыргыздар дагы сагынат. Мындай адамдар 1000 жылда бирден жаралат болуш керек. Кыргыз-казак мамилесин алсак, бул эки бир тууган элдин ортосундагы мамилени чыңдоодо алтын көпүрө болгон улуу инсандарыбызды эске албай кое албайбыз. Алар Чыңгыз Айтматов, Мухтар Шаханов. Экөө эки элдин кулуну. Бири кыргыз, бири казак, бирок экөө бир тууган агайыны дос болуп, кыргыз эли менен казак элинин ортосунда алтын көпүрө болуп келишкен. Булардын чыгармалары, Айтматовдун чыгармалары менен Мухтар Шахановдун ырлары өзгөчө кыргыз элинин дагы, казак элинин дагы жүрөгүнөн түнөк алган, кыргыз менен казактын ынтымагын бекемдөөдө албан иш аткарып келет. Чыңгыз Айтматов 20-шы және 21-ші ғасырдың ешкім қайталай алмайтын ұлы тұлғасы. Бір өзі, бір әлем еді. Шығармалары көзі тірісінде-ақ әлем әдебиетінің классик атанса да, асу мен тасуды білмей, Құдай берген кішіпейіл мінезінен танбай, азаматтығына шаң жұқтырмай өтті. Екі шыңғыс ғұмыр кешті мына ұмытшақ қаламда. Екі дара із қалдырды олар елге заманға. Екеуі де дарынымен, жалынымен лаулады. Бірі қылыш найза кезеп, бірі рухпен баурады. Екеуі де
сан миллион адамдарды жаулады. Екеуін де еске сақтап қалды қырғыз таулары. Оның бірі даңқ көгіне зорлығымен тырмысқан, жарты әлемді қанға сатқан бас қолбасшы Шыңғысхан. Екіншісі қару өткен рухи намыс қанатын, қара күшке қарсы қойған зор адами санатын, әр жүректің айдынында ізгілік боп жанатын жаңа Манас ұлы Шыңғыс Айтматов болатын. Сені өлді деп кім айтады Шыңғыс аға, Шыңаға? Әр шығармаң қайталанбас жеке ұлы мұнара. Жетінші рух түйсігінің жотасынан жағар от, сендей дос жоқ мен сорлыға, сенен жақын аға жоқ. Көз жұмуың ұлғайтқан мен жүрегімнің жарасын, тынбай жалғай бересің сен ел мен елдің арасын. Я екінші Манассың сен, Манаспен тең данасың. Күнде рухпен, сөзбен емдеп мәңгүрттердің санасын, және ана табиғатпен тауып мәңгі жарасым. Енді Алатаудан да зор Шыңғыстау боп қаласың. Әлем әдебиеті мен өнер мұхитында мен екі дара қаламгерді ерекше құрметтеймін. Оның бірі бүгінде адамзаттың Айтматов атанған қырғыздың ұлы жазушысы Шыңғыс Айтматов болса, ал екіншісі азаматтығымен, ақындығымен және ұлтына деген қарапайым перзенттік махаббатымен біздерді рухтандырып отыратын Мұхтар Шахан болып табылады. Сондықтан да мен Шахановтай ақынды ұлтқа адал болудың заңғар эпопеясы деп атар едім. Осы екі адал достың бірлесе самғау мен шарықтаудың заңғар үлгісі болып табылатын Құз басындағы аңшының зары атты туындысын өз басым өте жоғары бағалаймын. Өйткені кей бөлімдерінде бірнеше рет қайталап оқып шықтым. Ал екеуінің достығы өз алдына бөлек дастан, бөлек жыр. Сондықтан да мен Айтматов пен Шахановтың шығармашылығын ерекше құрметтегендіктен және азаматтық көзқарасын ретінде осы өз қалауымен екеуіне арнап мүсін жасап шығардым. Осы жасыма дейін қаншама адамдармен бірге жүріп тұрыппын, сұхбаттасыппын, кеңесіппін, ойнап күліппін, қуанысыппын, ренжісіппін, түсінісіппін. Сырлас болғандарым да аз болмапты. Бірақ мен сорлыға қырғыздың осы дара перзентіндей көңіл сана айдынында, жетінші түйсік аясында терең мағыналы сыр қозғарлық, үлкен деңгейде ой бөлісерлік өзге бірде-бір адам жолықпапты. Екі ора жөңкілткен ойларымыздың, сырларымыздың қағазға түспей қалғаны қаншама. Оны қасиетті қара жер құшағына берерде, көңілімде мәужіреген мұңлы тыныштық орнап, өзімді әлдекім ұшы қиыры жоқ құмды далада жалғыз тастап кеткендей күй кештім. Қырғыз Эвересі. Бүгінде бүкіл әлем мойындаған сол Қырғыз Эвересінің екінші ғұмыры, ешкім аласарта алмайтын дара ғұмыры басталды. Қырғыз таулары мен қазақ даласында ғана емес, күллі әлемдік өркениетте материалдық байлық, яғни әр пенденің жеке қарын мүддесі ғана ең алдыңғы қатарға масаттана шығып, адамның адами қалпын шыңдайтын рухани құндылықтар кейінге ысырылған қазіргі аласапыран кезең бәлкім ұзаққа бармас. Сол тұста Қырғыз Эвересінің мүлде жаңа дәуірі басталары хақ. Әзірге ол өзі көтерілген рухани парасат биігінен бізге толғана, ойлана қарап тұрғандай. Қанаттыны қарымда жеңген заманда сендей жаны дарында серік табам ба
жоқтарды тағдыр жеп емес. Ізгілікке алғысыңмен сарқылмайтын нар күшіңмен, сатылмайтын болмысыңмен сау болулы сезім. Даңқыңды бұлт жасырмасын, жасырмасын асыл досым, қай кезде де қасымдасың өзің. Жан аласа қоғамны парқы томанды, бір досы жоқ адамны даңқы күмәнді. Нағыз достық махаббаттан бірде кем емес. Досы жоқтарды тағдыр жеп емес. Ізгілікке алғысыңмен сарқылмайтын нар күшіңмен, сатылмайтын болмысыңмен сау болулы сезім. Даңқыңды бұлт жасырмасын, жасырмасын асыл досым, қай кезде де қасымдасың өзің. Ер жігіттің ел сенер, сенім атасы, достықпенен өлшенер ұлттың сапасы. Нағыз достық махаббаттан бірде кем емес. Досы жоқтарды тағдыр жеп емес. Ізгілікке алғысыңмен сарқылмайтын нар күшіңмен, сатылмайтын болмысыңмен сау болулы сезім. Даңқыңды бұлт жасырмасын, жасырмасын асыл досым, қай кезде де қасымдасың өзің. Даңқыңды бұлт жасырмасын, жасырмасын асыл досым, қай кезде де қасымдасың өзің.